Баршаңызға сәлем, сіздермен тілдеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жәбішева. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қазақстандықтардан тағы қауіпсіздік сертификатын орнатуды сұрамақ екен. Өткен жылы жазда осы мәселе бойынша жанжал болған еді. Мемлекетіміз қазақстандықтарды желідегі қауіпсіздік үшін деген сылтаумен шын мәнінде органдардың біздің және дерегімізге қол сұғуына тапсырмас мүмкіндік саналатын қауіпсіздік сертификатын орнатуға көндірмек болды. Ол арқылы сіздің біреуге жазған хаттарыңызды оқып қана қоймайды. Сондай-ақ қай сайтқа кіретінімізді бақылап, аңдиды. Не қаласа кей сайттарға кіру мүмкіндігін бұғаттап, сіз жазған хат мазмұнын да өзгерте алады. Ал енді бүгін осы сертификат төңірегінде брифинг өткізіп, сертификатты ақтап алуға тырысты. Бүгінгі шығарылымда қауіпсіздік сертификатын орнату не үшін қауіпті деген сұраққа жауап іздейміз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Сонымен барлығы неден басталды? Цифрлық даму министрлігі ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірге киберқауіпсіздік Нұр-Сұлтан 2020 оқу жаттығуын өткізетінін хабарлады. Астананың тұрғындарына келесідей SMS хабарламалар келе бастады. Онда шетелдік интернет сайттар қолжетімсіз болуы мүмкін және оны болдырмау үшін арнайы сертификат орнатыңыз деп жазылған. Оны осы жылы пандемияға және қашықтан жұмысқа өтуге байланысты елдің цифрлық кеңістігіне кибершабуылдар көбеюінен деп түсіндірілді. Министрліктің дерегінше Қазнетке бағытталған кибершабуыл саны 2,7 есеге өскен екен. Дегенмен мұнда ескеру керек маңызды бір жайт бар. Дәйек сөзден үзінді. Киберқауіпсіздік оқу жаттығуларын өткізу кезеңінде кейбір шетелдік интернет ресурстарға қол жеткізуге түрлі проблемалар туындауы мүмкін. Оны қауіпсіздік сертификатын орнату арқылы жоюға болады. Сондай сылтаумен осы сертификатты тағы да міндеттемек пе? Сертификат дегеніміз не? Ол арнайы бағдарлама. Орнатсаңыз, КНБ сіздің барлық ақпаратыңызды оқи алатын болады. Билік былтырда осыны іске асырғысы келген. Сол кезде көп қазақстандық кейбір сайттарға кіре алмай, қиындықтарға тап болған. Қоғам наразылығы мен пайдаланушыларды бақылау мүмкін деген секемінен кейін ғана сертификатты енгізу кейінге қалдырылды. Сол кезде Тоқаев менің тапсырмам бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті кибершит бағдарламасы аясында сертификатты тестілеуден өткізді деген еді. Ал осы жолы Астанада сертификат қоймаған адамдар, мысалы YouTube-қа кіре алмай қалды. Бүгін осы сертификат туралы брифинг өтті. Жауапты адамдар, соның ішінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері, азаматтардың қатысуымен өтетін жаттығулар аяқталды деп сендіруге тырысты. Сендерді ешкім аңдейін деп жатқан жоқ, сертификат тек құқыққа қайшы контенттерді бұғаттайды деп бәріміз күткен түкке тұрғысыз тұжырымдар айтылды. Өткен жылы Google мен Mozilla сынды алпауыт компаниялар не үшін біздің сертификатты бұғаттап тастады дегенге, мұнда бизнестің де қатысы бар. Қазақстандық өнімді нарыққа шығарылғылары келмеді деп ақталды. Сол кездерде ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы мен НАТО-ның қарсылығы да бұрмалап, олар арнайы қызметке жұмыс істейді. Олар сіздердің трафигіңізді оқуға мүмкіндігі бола тұра, бұл мүмкіндікті бізге бермейді деген сынайы сөздер айтылды. Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Руслан Әбдіқалықовтың айтуы бойынша, батыс бізді арнайы қызметтің тиімді жұмыс істей алмағанын қалайды екен. Айтқан сөзінен үзінді. Бұл елдер НАТО құрамында бар. Назар аударып қарар болсаңыз, оларда не Фейсбукпен, не Гуглмен проблема жоқ. Проблема біздің елде. Себебі біз НАТО құрамында емес, ұқшу құрамындамыз. Саяси тұрғыдан біздің сертификатты мойындамайды. Себебі біздің арнайы қызметтің шетелдік қызмет секілді тиімді жұмыс істегенін ешкім қаламайды. Өте қарапайым сұрақ. Ол сайттарды біз ойлап тапқан жоқпыз. Міне қазақтар өте ақылды, алдыда қауіпсіздік сертификатын ойлап тапты. Біз басқалар не істеп жатқанына ғана қарадық, болды. Бірақ бізде үнемі осындай екі жақты ұстаным бар. Яғни біреулерге мұны істеуге болады, себебі ол дұрыс әрі демократияшыл, ал бір ел оны істеуге толық құқы барын түсініп, өз территориясында істеуге тырысса, жоқ, бізге неге екені белгісіз, оны істеуге болмайды екен. Брифинг барысында сертификатты орнатудың пайдасы. Бірдеңе болып қалған жағдайда шетелдік не басқа ресурстарға қолжетімділікке қатысты проблема болмайды деп сендіруге тырысты. Бірақ та әлі Google компаниясымен келісімге келмегендерін мойындады. Бұл нені білдіреді?
Сіз сертификатты орнатып алсаңыз, ал Google, YouTube, Twitter, Facebook сынды компаниялар қазақстандық сертификатты бұғаттаса, бұл қосымшаларды мүлде қолдана алмайсыз. Осындай қарама қайшылық орын алуы мүмкін. Брифингте біз барлығын қазақстандық IT компанияларды қолдау үшін істеп жатырмыз деген ой айтылды. Бірақ олардың құйтырқы ойы белгілі. Шетелдік контентті бұғаттап, қазақстандық браузерлер, мессенджерлер мен видео хостингтерді қолдануға мәжбүрлеу, яғни халыққа таңдау мүмкіндігін де бермеу. Брифингте ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымнан шығып, интернетке қолжетімділікпен проблема болмасын десең, қоғамдық бірлестік, партиялар құрып, референдум өткізу бастамасын көтеріңдер деген сынды ұсақ түйекте айтылды. Біздікілер жалпы батыс елдерінің екі жақты ұстанымы туралы айтудан жалықпайды. Өткенде ғана Назарбаев бізге ұрса береді. Ал өздерінің демократиясында проблема бар деп, ақштағы сайлауды сынағаны есіңізде болар. Сертификат мәселесінде де тура сол жағдайды қайталап тұр енді. НАТО құрамында жоқпыз, ал НАТО болса, біз осы сертификат арқылы өзімізді қауіпсізірек еткенімізді қаламайды. Сондықтан да сертификатты Google-дың сервистері деңгейінде бұғаттап отыр дейді. Сертификатты ақтап алмақ оймен түрлі амал қолданып жатса да, шын мәнінде қауіпсіз орта орнатып береміз деген сөз емес. Одан басқа операторлар қауіпсіздік сертификаты туралы жалған ақпарат беріп, тұтынушыларын алдап жүрген көрінеді. Олар азаматтарға қауіпсіздік сертификатын орнату қажет делінген байланыс туралы заңның 26 бабы 11 тармағына сілтеме жасайды. Міне Билайн компаниясының тұтынушылардың біріне берген жауабы мынадай. Сәлеметсіз бе? Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік сертификатын орнату қажет. Байланыс туралы заңның 11 тармағы бойынша байланыс операторлары қызметін ұсыну үшін келісімшарт жасасқан абоненттеріне қауіпсіздік сертификатын таратуды қамтамасыз етеді. Сонда сертификатты орнату міндетті ме? Әрине жоқ. Тақырыпты егжей-тегжейлі талдаған фактчек KZ-тегі әріптестеріміздің материалына сүйенейік. Байланыс туралы заң азаматтарды сертификат орнатуға міндеттемейді. Заң тек операторларға қатысты. Өткен жылы 19 шілдеде цифрлық даму вице-министрі Абылайхан Оспанов сертификатты орнату не орнатпау азаматтардың өзінің құқы деген еді. Операторлардың сертификатты орнатудың қажеттілігі туралы хабарламасы барлығын шиеленістіріп жіберді. Ал тұтынушылар үшін, яғни біздер үшін оның аса қажеті жоқ. Бұл сертификатты орнатудың өзі қауіпті. Браузерде не сіз туралы жеке мәліметті қамтитын қосымшаларда жіберілген дерек өзге адамдарға қолжетімді болады. Қауіпсіздік сертификаты елдегі интернет трафигін, сондай-ақ пошта не WhatsApp секілді мессенджерлердегі шифрланбаған хаттарды бақылауда ұстау үшін таптырмас мүмкіндік. Ал брифингінің соңына қарай неге халықтан рұқсат сұрамадыңыз деген сұраққа дұрыс жауап таба алмай референдум жасаңдар деп ОДКБ-ны сылтау ретінде қолданды. Да, у меня уточняющий вопрос. Вы чуть ранее не ответили на вопрос коллеги о согласии граждан Казахстана участвовать в учении. Вот в законе о связи об этом ничего не говорится. Вопрос. Возможно, вы граждан Казахстана спросите, хотят ли они быть в ОДКБ и иметь проблемы с интернетом, или выйти из ОДКБ и никогда больше не иметь проблемы с интернетом. Вот вы не задумывались об этом? Спасибо. Спасибо большое. Да, хорошее, я думаю, предложение. Но на самом деле, если посмотреть наше законодательство, то есть у нас есть общественное объединение, у нас есть политические партии, у нас сейчас состоятся парламентские выборы. То есть почему бы тогда заинтересованным гражданам не заняться этим вопросом? То есть на самом деле никто не мешает, в том числе и государственный аппарат, инициировать, допустим, референдум о присоединении либо о выходе из ОДКБ. Все законные процедуры у нас имеются. То есть, ну, грубо говоря, если кто-то соберет единомышленников, сделает политическую партию, сделает свою как политическую платформу и будет этим заниматься, я думаю, это только хорошо, когда есть плюрализм мнений в нашей стране. И наше законодательство, и мы, как государственные органы, этому абсолютно не противодействуем. Спасибо большое. Спасибо. Нобет, есть ли еще уточнения? Спасибо большое.
Осылайша брифинг аяқталды. Олар сертификатты ақтап алуға қанша тырысса да, өз-өздеріне қарсы келетін нақты жағдайларды байқадық. Мысалы, бүгін Назарбаев университетінде оқитын студенттерге мынандай мазмұндағы хат келіпті. Ол жақта: құрметті НУ қоғамдастығы, сізден қазір барлығыңызға жіберіп жатқан қауіпсіздік сертификатын орнатпауды сұраймыз. Себебі сіздің байланысыңыз осы сертификат орнатылғаннан кейін қауіпсіз болуы кепілсіз. Қандай қызық жағдай. Соңғы жаңалықтар туралы менің пікірім міне осындай, ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сізбен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.